Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Аса мейірімді, ерекше рахымды Алланың есімімен бастаймыз. Аллаға шүкір, біздерді мұсылман қылып жаратқанына. Біздер енді осы тақырыбымызда мұсылманның тұлғасы деген тақырып, жалпы қазіргі мұсылмандарға ең керек болған кейбір мәселелерді айтып кеткенді жөн көріп отырмыз. Өйткені қазір білесіздер, барлық мұсылмандарға ең маңызды болған, керек болған мәселелердің көбісі ақлақ, әдеп. Өйткені көп адамдарда осы ақлақ әдебінің себебінен, адамның өзінің кемшілігінің себебінен ең тап-таза болған Аллах Тағала тарапынан түскен Құранға, кейде хадиске, немесе ислам дініне кемшіліктер немесе сондай бір сөздер айтылып жатады. Сондықтан да бұл адамның кемшілігінің әсері бұл жалпы дінге жақсы немесе жаман сөздерді жеткізіп жатады. Сол орайда мұсылманның әлбетте тұлғасы, ахуалы, сырт көрініске және ішкі дүниесі қандай болу керек жайында айтып кететін болсақ, ең бірінші әлбетте бұл үлкен кітаптарда да жазылған, әрбір мұсылман өзі таза жүруінде ең маңызды мәселе. Өйткені адам қазіргі халдерді айтатын болсақ, жамағаттарымыздың арасында мешіттерде дейік, жанында тұрған намазхан адамның өзінің кейде жағымсыз істер шығып жатады. Ол мұсылман адамды ғибадатқа кірместен бұрын ең бірінші тазалықты үйретеді. Өйткені тазалық болмаса, оның сыртқы киімі немесе жаңағы өзінің дене бітімі, денесі, сондай жағдайлар таза болмаса, адам жалпы ол адамнан жиіркеніп тұрады қалғандар. Екінші мәселеде айтып кететін мәселе бұл қазіргі уақыттарда мұсылман деген кім десең, бірден адамдарға сондай бір сурет түсе бастайды. Яғни бүкіл әлемнің үркіп атқан нәрсесі бұл террорист немесе жаңағы вахабистер деген сияқты түсінік келіп жатыр. Білейік, мұсылман деген былай айтқан кезде қазақша қой аузынан шөп алмайтын, сондай бір өзінің айналасына жақсылығы болмаса, жамандығы тимейтін адам болу керек. Мұсылман адам айналасында бір жеміс шыққан, жемісі бар ағаш тәріздес. Оның жанынан өтіп бара жатқан адам не жемісін жейді, немесе одан жақсы аңқыған иіс шығады. Сол сияқты адам, мұсылман адамның айналасынан не жақсы сөз, немесе одан тек қана пайда алатындай, жақсылыққа шақырып жамандықтан тия алатындай сондай бір адам болу керек. Әйтпесе бір қандай да түсінбей қалған мәселеде зірк етіп, немесе бір жаңағы адамға ешбір күлімсіреп қарамай, немесе жаңағы сәлемі тағы басқа нәрселері дұрыс болмайтын болса, онда ол адамнан басқалардың көңілі қалып кетеді. Сол үшін айтайық, біздерді қазіргі жамағаттарымыздың арасында болып жатқан мәселеде осы амандасу, анау сәләфи болып, мынау ханафи болып, анау тағы басқа түрлі жаңағы нәрсеге бөлініп алып, намазы оқып жатқан, қабыласы бір Мұхаммед пайғамбарымыз деп, Құран кітабымыз деп жатқан адамдардың өзі бір-біріне дұрыс қарамай жатқан халдерінде қарның ашады. Әлбетте, мұсылман адам өсек аяңнан аулақ болу керек. Өйткені көп жерлерде мұсылманды немесе мына жамағат, ана жамағатты өсектеп жататындарын көп көреміз. Өсек бұл негізі харам нәрсе. Өсектен жақсылық таппайды адам. Соны әр қашанда білейік, бұл өсек деген адам өзі күнә табады. Қандай бір оның жаңағы ғалым ұстазы болсын, кейде өсек дейміз. Немесе жаңағы ол туралы, жамағат туралы онымен бірге сапарға шықпаса, немесе онымен бірге алыс-беріс саудада болмаса, көрші тұрмаса, сондай нәрселер болмаса, ол адамның артынан жаман сөйлеуге хақымыз жоқ ешқашан. Ол хадистерде бұрынғы үлкен ғалым сахабалардың замандарында солай талап еткен нәрсе. Көп жерлерде көреміз, намаз оқиды, намаз оқып болғаннан кейін барып, мешіттен шыққаннан кейін барып темекі шегіп тұрғандарды көреміз, өкінішке орай. Ол темекісінің тастай алмаймын деп қояды. Жоқ, олай емес. Адам ол темекіні көріп тұрып, немесе бір қандай да істеген іс, аузындағы боғауыз сөзің болсын, немесе жаңағы шегіп отқан темекің болсын, немесе тағы басқа. Соны көріп тұрып, басқалар жиіркенеді. Мұсылман адамың мынау ма? Сенің кеше темекі шегіп жүрген, немесе кеше анау жаңағы қалай болса солай сөйлеп жүрген адам деп, оны шайтан сондай қылады. Мұсылманнан алатын пример осы ма деп жаңағы мысалы келтіріп, сондай көзің шұқиды. Сондықтан білейік, бұл жалпы мұсылман адамнан
айналасы және ішкі дүниесі қандай, мейлі сенімі болсын, ішкі дүниесі сыртқы дүниесі болсын, әрқашанда одан жақсылық шығып тұру керек жамағат. Неге десек, бұл адам бір қандай да істі істеумен дінге кір келтіріп қоюы мүмкін. Көп жерлерде көреміз, мұсылман адамдар деп айтамыз, бірақтан да жеме-жемге келген кезде біреуге садақа беруде, немесе бір жақсылыққа ұйымдастырайық, осындай деп дүние мәселесіне келгенде көп мұсылмандардың дүниеде жаңағы жеме-жемге келген кезде өзгеріп кететіндері бар. Білейік, бұл дүние, біз айтамыз, бәріміз де айтамыз, дүние жалған, ақырет мәңгі, Аллахтың разылығы керек деп айтамыз, бірақтан да дүние жүрегімізге кіріп кеткен көп жерлерде. Осы дүниеге келген кезде бір қандай да жақсы, мейлі бір мешітке болсын, немесе бір медресеге болсын, немесе бір қандай да ауырып жатқан адамға, жетімге болсын, бір жинап жіберейік, аз болса да әйтеуір қолымыздан келгенше деген кезде көбіміз теріс қарап кетеміз. Ол дұрыс нәрсе емес, өйткені мұсылман айтқан сөзіне ісі сай болу керек. Және айтайық, мынау көп жерлерде мұсылманмын деп сақал балақты алдына шарт қояды. Сырт келбетті көп жерлерде бірінші қояды. Сырт келбетте қойып, кейін соның ішкі дүниесі оған сай болмай жатса, сол пайғамбардың сүннеті сақалға зиян келіп жатады. Және бұл мұсылман деген тек қана сақал мен балақты емес, балағының қысқартылғаны мен сақалының үлкендігі болғанда емес. Егер де ол адам білімсіз болса, ол қойған сақал мен балақтан не пайда, егер айналасына оның зияны тиіп жатқан болса. Сондай кейбір бауырларымыздың осындай бір түсінбеушілік жағдайларында көреміз. Араб мемлекеттерінің жаңағы дәстүрлі көйлектерін, немесе сол жақтың дәстүрлі әйел балаларының киетін ниқаптарын, хиджаб демесек те енді ниқаптарын қап-қара жамылып біздің Қазақстанда жүріп, адамдардың қоғамда ол қолданбаған нәрсені осы жаққа қолданып, міне осы сүннет деп жататындығы бар. Сүннет, мына үстіңде киіп тұрған, ол да сүннет. Егер де сенің ауратың жапқан болса, ол тек қана арабтың аппақ көйлегі мен қап-қара жаңағы ниқабын кию міндетті нәрсе емес. Ол Құранда не деп айтты? Ұятты жерлердің жабыңдар деді. Әйелге тән нәрсені және ер азаматқа тән нәрсені. Ал енді осы басқа мемлекеттің, мейлі ол жаңағы Пакистан болсын, Сауд Араб мемлекеті болсын, тағы басқа болсын, сол жақтың көйлегін немесе дәстүрлі нәрсені ки, сен де ки, өзіңнің шапанын, ойы түскен шапаныңды ки, кім қой деп жатыр. Сол сияқты, егер де өзіңнің халқыңа патриоттығың немесе өзіңнің жанашырлығың болатын болса, өзіңнің костюміңе ою салып ал, немесе жаңағы шапан киіп ал, ұзын керек болатын болса. Бірақтан да міндетті түрде шетелдің жаңағы дәстүрлі киімдері бізге келіп, ол дәстүр болмайды. Сол нәрсені ажырата білуіміз керек. Және білейік, жаңағы сөздерді қолданған кездерде біз дұрыс білейік. Ахи деп қоямыз. Бауырым деп сөйле, туысқан деп сөйле, жерлес деп сөйле. Неге біз арабша сөйлеуіміз керек? Немесе брат, орысша сөйлейміз. Соның барлығында қазақша айтылған оның баламалы сөздері бар. Сол нәрсені қолданайық. Және білейік, бұл жалпы мұсылманның тұлғасы деген нәрсе, сенің айналаңнан намаз оқыдың ба, адамдар жақсылық күтіп тұрады сенен тек қана. Сенен жағы тіпті мұсылман мешіттің ішінде бір мұсылманға амандаспайтын халге жетіп жатыр қазір, өкінішке орай. Ассаламу алейкум деген кезде үндемей қалып жатырмыз. Ал кейбіреуіміз бар, ассаламу алейкум деп телефонмен сөйлесіп жатқан болсақ, уалейкум деп қоямыз. Ар жағын айтпаймыз. Уалейкум ассаламу рахматулла деген сөзін айтпай қоямыз. Бір модаға ұқсатып кетіп жатыр осы нәрсені. Оның бәрі құлшылық емес пе? Сондықтан білейік, құрметті бауырлар, мынау адамның сыртқы көрінісі ішкі дүниесіне сай болу керек. Ішкі дүниең сенің Аллаға разылық үшін, Аллаға сенгендігің үшін, пайғамбарға сүннетіне сай болам десең, онда сыртқы келбетің де басқаларға зиян тигізіп қалмау керек. Және адамның келбеті сақалдың ұзындығымен немесе балақтың қысқарғанымен болмайды. Адамның сыртқы келбеті оның ақылақ мінез құлқымен және басқаларға қандай қарым-қатынаста болғандығымен бағаланады екен. Жалпы осы қорытынды айтқан кезімізде бұл мұсылмандар елімізде көп болсын, еліміз тыныш болсын, қай бір мешітте болса да бауырларымыз бір-бірімізді қазақ болғаннан кейін, өзіміздің санымыз аз болғаннан кейін, өзіміз қазақпыз, бір-бірімізді жек көрместен және бір басшыға бойұсынайық. Альхамдулилля,
Қазақстанда бірақ муфтият, сол муфтиді елбасы сайлады, демек ол бізге басшы, ал басшыға бойұсыну әрқашанда жақсылыққа апарады, тәртіпке бойұсынған құл болмайды деп Бауыржан атамыз айтып кеткен.